Менің ойымша латын өтетін жағдай 91 жылда туды, ең бірінші. Біз менің ойымша керек десең сол уақытты жіберіп алдық та, сол кезеңді жіберіп алдық. Қазір латынға өту бізге менің ойымша үлкен қиыншылықпен келетін сияқты. Және мен жаңа бекер айтқан жоқпын, президент 2 рет осы мәселені көтерді ғой. Екеуінде де белгілі бір саяси астармен көтерген сияқты да. Белгілі деңгейде сол көтерген мәселені әрі қарап тоқтатып тастады да өзінен өзі. Неге 90 жылы көтергеннен кейін барып біз бірден өткен жоқпыз, неге тоқтап қалдық? Демек ол уақыттарда әуелі сондай ұран тастағанда президенттің өзіне, сол уақытта қажет болды латын тіліне көшеміз деген сөзді көтеру. Қоғам үшін қажет болды. Мен ойымша бұл бір жағынан президенттің бір саяси тәсілі сияқты болды латын тіліне көшу. Бірақ бүкіл жаңағы қазақ халқының, әсіресе жаңағы ішіндегі зиялылардың бұл шындығында да бір арманы, мақсаты, мүддесі тұғын. Сондықтан қазіргі кездегі халықтың тарапынан енді көбірек қолдау тауып жатқанның да бір себебі осы деп ойлаймын да. Мүмкін оның астарында президенттің айтқанда басқа бір айла, басқа бір тәсіл жатуы әбден мүмкін. Мен оны жоққа шығармаймын. Бірақ қандай екенін мен қазір айтып бере алмаймын. Ұзақ мерзім мен ойымша керек. Мен осы жағын оны жақтаймын да. Себебі біреулер жаңағы 2 жылдан кейін көше салайық, біреу экспоға дейін көше салайық деген сияқты әңгіме айтылып жатыр ғой. Біріншіден, әлі күнге дейін біз әліпбиді тағайындап алған жоқпыз. Оның өзіне арқаламыз біраз уақытқа дейін. Содан кейін барып, алғашқы жаңағы 6-ма, 7-ма сыныпқа баратындардың бәріне алғаш рет қолдарына нелермен, кириллицамен қоса латын тілін жүзеге асырады. Бұл былайша айтқанда ликбез сияқты болады, жаңағы бүкіл халықтық ликбез жүреді. Бұл ликбез мүмкін кем дегенде 5-6 жыл жүруі мүмкін. Біз жаңағы көзіміз үйрену керек, біз оны өзіміз білуіміз керек, өзіміз оқуымыз керек. Керек десеңіздер, мысалы мен филологпын, мен латын тілін біршама білемін. Латын әрпіне негізделген қазақтың бұрынғы 28 жылы қабылданғанын мен біраз білемін, оқи аламын, бірақ бүкіл қоғам ондай емес. Және біздегі кем дегенде бір 30%-дай орыс тілді қазақтарға бұл үлкен ауырлық тудырады. Сондықтан мен ойымша, сол 25 жылға дейін етек жеңіміз жинап алсақ жақсы болар еді. Себебі бұған дайындық жұмысы бұған өте көп уақытты талап етеді. Бұл тілдік реформада, әсіресе әліпбидің реформасына.